қоғамда әр баланың жеке ерекшелігі мен қабілетін ескеру білім беру жүйесіндегі маңызды қағидалардың бірі болып саналады. Себебі инклюзивті білім беруде ерекше білімді қажет ететін балаларды жалпы білім беру үдерісіне толықтай енгізу және оларға барлығына сай мүмкіндік жасау керек. Мұндай ортада мұғалімнің маңыздылығы өте зор, себебі инклюзивті ортадағы әр жетістік мұғалімнің жан жууы мен шеберлігінің арқасында. Инклюзивті білім беру тек ерекше балаларды мектепке қабылдау ғана емес, бұл әр оқушы өзін қауіпсіз қолдауға ие сезінетін орта қалыптастыру. Мұндай ортада ешкім оқудан, ойдан, ойыннан тыс қалмайды. Бала қоғамның толыққанды мүшесі екенін сезінеді. Инклюзивті оқытуда әр оқушының оқу қарқыны, қабылдау ерекшелігі, қызығушылығы ескеріледі. Бұл мұғалімнен үлкен кәсіби дайындықты, жан-жақты құзыреттілікті талап етеді. Инклюзивті мектептегі мұғалім тек пән үйретуші ғана емес, ол бағыт беруші, психологиялық қолдаушы, мотиватор рөлін қатар атқарады. Мұғалімнің басты міндеттері әр баланың жеке ерекшелігін анықтау, оқу мазмұнын баланың мүмкіндігіне бейімдеу, сыныпта ынтымақтастық атмосферасын орнату және ата-анамен, мамандармен бірлесе жұмыс жасау. Инклюзивті білім беруде қиындықтар болуы мүмкін. Мұғалімнің тәжірибесінің аздығы, материалдық техникалық база жеткіліксіздігі, қоғамдағы түсініспеушілік. Бірақ бұл кедергілерді еңсерудің жолы бар. Үздіксіз кәсіби даму, тәжірибе алмасу, ата-аналармен тығыз байланыс және оқушылар арасындағы мейірімділікті насихаттау. Инклюзивті орта, инклюзивті мектеп тек ерекше балаларға арналған орта емес, бұл барлық балаларға арналған орта. Онда әркім өзін қабылданған, маңызды және бағалы ретінде сезінеді. Мұндай ортада өскен бала болашақта өзгелерге түсіністікпен қарайтын, жауапкершілігі мол, жоғары азамат болып қалыптасады. Мұғалім осы мәдениеттің дәнін егуші, оның әр сөзі, әр ісі арқылы оқушылар бойында адамгершілік, сыйластық, өзара көмек дағдылары қалыптасады. Қорыта айтқанда, инклюзивті білім берудегі мұғалімнің рөлі ерекше маңызды. Мұғалім тек білім беруші емес, ол жүрек жылуын таратушы, жеке тұлғаның мүмкіндігін ашушы. Инклюзивті қоғамды қалыптастыру барлығымыздың ортақ міндетіміз, бірақ оның алғашқы қадамы дәл мектептен, ұстаздың жүрегінен басталады. Ұстаздың бір жылы сөзі, бір қолдауы баланың болашағына жол ашады. Сондықтан әр педагог өз мамандығын сүйіп, инклюзивті білімнің нағыз жанашыры болуға тиіс.